Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер, достар. Сіздермен бірге бүгін попа салат дайындаймыз. Небәрі 10 минутта видео бар заттардан дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар қияр, қырыққабат, укроп, сарымсақ және де 10%-тік қаймақ керек болады. Қырыққабатты барынша жұқа етіп пышақпен турап аламыз. Қырыққабат қаншалықты жұқа болса, сіздің салатыңыз сондай нәзік, жеуге өте ыңғайлы болады. Жіңішке етіп тураған қырыққабатымызды бір ыдысқа саламыз және де қиярды қырыққабат сияқты жұқа болдырып, жіңішкелеп кесіп шығатын боламыз пышақтың көмегімен. Қырыққабат және қиярды біріктіреміз. Келесі кезекте біз укробымызды аламыз, аскөбімізді, яғни пышақтың көмегімен тағы да ұсақтап турайтын боламыз салатымызға қосу үшін. Қалауыңызша көп немесе аз мөлшерде қолдана берулеріңізге болады. Бірақ салатқа ерекше дәм береді, міндетті түрде қолдануға тырысыңыздар. Келесі кезекте бізде алдын ала аршылып дайындалып қойған сарымсақтар кішкентай жіңішке терканың көмегімен өткіштен өткізіп шығамыз. Егер сізде бұндай кішкентай өткіш жоқ болса, пышақтың көмегімен ұсақтап, жіңішке етіп турамыз. Барлық қоспаларымыздың үстіне тұзды қалауыңызша саласыздар. Және де егер қаласаңыз, қара бұрыш қолдануға болады. Тақталған, бірақ мен қолданған жоқпын. Менде мына жерде 10%-тік қаймақпен араластырып шығамыз. Егер қасықпен араластыру қиын болса, қолмен мыжып жақсылап араластыруға болады. Біздің салатымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын.